Сәлем достар, эфирде мен Камила, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді, жұмсақ әрі биік болып шығатын шаймен ішкенге пирог әзірлейтін боламыз. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен табамызға аз ғана май құямыз және осының үстіне жұмыртқамызды салып, үстінен бір пиалай сүт құятын боламыз. Дәл осындай көлемде қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араласып болған массаның үстіне какаомызды, ұнымызды және қопсытқышымызды саламыз, яғни разрыхлитель. Барлығын үткіштен өткізіп отыра араластыратын боламыз. Міне осылай араластырып, түйір қалмағанша араластырып алу қажет. Қоюлығы орташа қоюлықта болу қажет. Қатты сұйық та емес, қою да емес, бір келкі болып шығу керек. Жан лопатканың көмегімен тегістеп, бетін жауып қоямыз. Астына газымызды өте баяу отқа қою керек. Әр 2-3 минут сайын қақпағымызды сүртіп, буланған соң сүртіп тұру керек. Кемі пісіп шығам дегенше 10-15 рет сүртіп аламыз. Еш қорықпай бетін аша берсеңдер болады. Ешқандай төмен жатып қалу деген нелер болмайды. Бірінші пісірген адамның өзінде өте ерекше болып шығады. Пирогымыз дайын болам дегенше мен аз ғана сүтке варенканы араластырып дайындап алдым. Варенка, сгущенканы қалаған тәттіңізді араластырып дайындасаңыз болады. Мен көбінесе варенкамен әзірлеймін, өйткені варенка шоколад сияқты дәмді өте керемет шығады. Піскенін білгеннен кейін осылай барлық жерін тесіп алып, үстіне жаңа дайындап қойған варенкамызды құйып шығатын боламыз. Варенкамызды тегіс құйып болғаннан кейін үстіне әсемдік үшін өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен шоколадты микроволновкаға ерітіп, үстінен құятын боламын. Шоколадыңыз өте сапалы шоколад болу қажет. Мен де арзан шоколадқа істей салған едім. Сәл іріп шықты. Таза шоколад қойып, балаларыңызға болмаса қонақтарыңызға да ұсынсаңыздар болады. Міне менің тортым дайын, өте жұмсақ, одан кейін әдемі болып шықты. Енді дәмінде сөз жоқ. Әсел печкені іздеп әуре болмайсыздар. Үйлеріңізде кез келген газ немесе тоқ печкінің үстіне осылай пісіріп алсаңыздар болады. Асты жабыспаған, өте жұмсақ болып шығады. Үйлеріңізге, балаларыңызға өте ұнайды деп ойлаймын. Міндетті түрде осы рецептке қарап пісіріп дастархандарыңызға ұсынсаңыздар деймін. Видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Және маған тіркелгеннен кейін қоңырауша батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Әрбір салған видеом бірінші болып сіздерге көрініп тұрады. Астарыңыз дәмді, өмірлеріңіз мәнді болсын. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.